кетсе де қазақтың көзінен жас кетпейді. Неге? Өйткені бізді билеп отырғандар тексіздер. Қазақ айтқан оны айқындап айтып кеткен. Қарадан туып қан болмас, екі қурай тал болмас, екі сиыр мал болмас деген. Ол екі сиыр кім айтты? Тексіздер айтты. Біз малды айтпаймыз, жанды айтамыз. Қазақ малынан бұрын жанын қорғаған. Малым жанымның садағасы, жанымның арымның садағасы кім айтты? Атам айтты. Кім атам? Қазақ. Мына тексіздер бізді байлап отыр. Қытай, егер Қытайда қазақтарға неге қорлық істетеді? Өйткені олар Қазақстанның билігін көзге ілмейді. Олар бес қолында ойнатып отыр. Біздің билік тексіз болғаннан кейін осында отқан сіздер де өз жұмыстарыңызды немқұрайлы істейсіздер. Ол амал жоқ, ол солай болады, жүйе солай. Қисық жүйе, шірік жүйе. Бұл жүйе өзі шіріп кетті. Ал гайшылықтер жолда. Егер ойлаңыздар, қазір Қытайлар, біз Қытайға қарсы шықсақ, біздің билік айтады, біздің Қытаймен сауда мүддеміз бар дейді. Сол үшін біз оларға артық әңгіме айтамаймыз дейді. Жарайды, келсейік. Егер шынымен де біз Қытайлармен алым берім, үлкен сауда жасаспасақ, біздің халық неге қайыршы, неге морковь 600 теңге, неге картоп 600 теңге, неге қазақтың бар қыздар жезөкше? Қазақстан емес, шетелде, кез келген шетелде бар. Сенің қандасың, менің қандасым, менің әпкем жезөкше болып жүр. Көшеде жүрген таксистер кім? Қазақ. Квартирант кім? Қазақ. Міне, оның саудасы кімге керек? Қытаймен. Қазақ атам малдың соңында жүріп, мақал шығарып, жанын баққан халық. Қытайсызақ жанымызды бақтық біз. Кімді міне өшеді? Бай қазақ көресіз ба? Бай қазақтың бәрі үйінде жатыр. Олар немен байған? Арсыздықпен, арамдықпен байғандар. Менің айтарым, тек қана қазақты қазақ құтқарады, халықты халық құтқарады. Мына биліктен, мына шірген жүйеден қазаққа қайыр күтіп алып, су алып қалған саяз құдықтан су күткенмен бірдей. Халқым, бірігіңдер, басқа амал жоқ. Рахмет. Бізге ғана жүре ма? Қандай зайыр? Бізге ғана жүре. Бізге жүре. Ол қандай зайыр? Қалай ақыры сөйлейме ағымнадайды. Қалай сабыр етесіз? Қалай сабыр етеміз аға? Жете, уақыт келді. Балақан үйт басқа шықты. Қазақта бар ғой, атаңа нәлет деген сөз. Мен аталарым құрап қалған сүйек құраған аталарына нәлет айтпаймын. Бірақ Қытайдың құқығын қорғап, қазақтың намысын таптаған әрбір осы билікте отырғандардың 77 ұрпақтарына нәлет. Оның ұрпағына барлығына нәлет. Халық қазір ашында мініп болды, тек қана намысынан мінбей отыр. Халық неге намысынан мінсе, халық деген теңіз толықса, теңізді қойып, пароходты қойып, барлығын аударып тастайды. Ол шындық. Сіздер білесіздер, іштеріңіз сезіп отыр. Ең жақсы халықпен ойнамаңыздар. Мен айтарым сол. Халықпен бірге боламасыздар да аға. Боламасаңыздар да, бірақ халықтың ортасына келіп ақыл айтпай қойыңыздар. Мына жерде ақымақ біреу жоқ. Бәрі ақымақ емес, бәрі ақылды. Мына жерде еще намысты бұлар. Ақылмен қоса намыс бар. Қазаққа сол керек қазір. Ақылды адам керек емес. Бәрі ақылды телефонда. Мынаның ағылшынша аты смартфон. Смарт деген ағылшынша, қазақшасы ақыл. Ал міне керек болса, намысы болса жүрегінде мінез болса ақыл табылады телефонда. Сондықтан ақыл айтпаңыздар бізге. Бұлар бастығынан бір орыс. Қалай сабыр етесіз? Бастығы түсіп Қытай ан жақта бауызда баста бауырыңды. Қандасыңды мұн жақтан мұналар. Ол мұналарға Сабырға келіп уақыт бітті. Әрекет жасайды. Әрекет.